Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге бір жақсы сайт жайлы айтатын боламын. Және де ол сайтты көп адам маған жазып сұрап жүрді. Осы сайтты толық түсіндіріп беріңізші, видео жасап толық түсіндіріп беріңізші деп. Сол себепті мен осы сайтқа видео жасайын деп шештім. Ол сайтта шынымен де ақша табуға болатын сияқты. Бірақ сәл қиындықтар болуы мүмкін. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көрсеңіз, сіз барлығын түсінесіздер. Ол сайттан 30-40 доллар менің ойымша жай шығарып алуға болады. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойды да ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, бізде кішігірім розыгрыш 5000 теңгеге бір адам ұтады. Яғни 5000 теңге бір адам ұтады. Ол үшін сіздер не істеулеріңіз керек? Қатысу үшін осы қазіргі видеоға лайк басып, комментарий жазып, осы видеоны соңына дейін көрулеріңіз керек. Одан кейін бізде екінші канал бар. Сол каналдағы соңғы видеоны басынан соңына дейін көріп, оған да лайк басып, комментарий жазуларыңыз керек. Екінші каналды қазір көрсетемін. Міне екінші канал, міне плюс 4 доллар тегін ал деген видео бар. Осы видеоға міндетті түрде лайк басып, комментарий жазу керек. Я шынымен де бұл жерде, осы видеода көрсеткен сайтта 4 доллар табуға болады, смело табуға болады. Мен өзім 2 доллардай тауып қойдым. Енді бұл канал ана каналдан айырмашылығы, бұл жерде в основном криптовалюта жайлы ақпараттар болады. Ал енді қараңыздар, сайт Castle Shopping деп аталады. Бұл жерге менің телеграм каналымда ссылка тұрады, сол ссылкамен тіркелесіздер. Одан кейін Gmail почталарыңызды жазасыздар, код келеді, код басасыздар, и осы жерге код жазасыздар астына, одан кейін паспорт, одан кейін менің инвайт кодым тұрады, барлығымен келістім деп осыны басып регистрация жасайсыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін сіздерге біздің приложениені тартып алыңыз деп шығады, приложение скачать етіп аласыздар. Қазір мен өзім аккаунтыма кіріп көрсететін боламын. Бұл приложениеда біз не істейміз? Бұл приложениеда біз әртүрлі заданиялар орындағанымыз үшін күніне 1 доллар ала аламыз. Қараңыздар, міне жазылған осы жерде 1 доллар деп. Майға кіретін болсақ, мен кеше тек қана бір-ақ задание орындап, бүгін полностью заданияны орындадым. Сол себепті менде 1.32 доллар тұр. Енді қараңыздар, заданиялар бұл жерде қалай орындайды? Қиын емес. Snap up деген жерге кіреміз, қателеспесем. Я осы жерге кіреміз. Содан кейін осы плюсиктарды басып задание аламыз, міне. Менде дәл қазір бүгінге жетеді деп шығарып жіберіп жатыр. Ал сіздерге дәл осы плюсикті басып задание ала аласыздар. Задание алғаннан кейін орындау өте оңай. Басасыз, просто style now деген басасыз, адресіңізді қоясыз, болды. Одан кейін қараңыздар, бұл жерде 0 доллар дегендерді біз орындай аламыз. Ал если бұл жерде суммалар бар болса, біз оны орындай алмаймыз. Яғни осы жерде доллар көрінетін заданияларды біз орындай алмаймыз. Біз тек қана 0 доллар дегендерді ғана орындай аламыз. Әр задание орындағанымыз үшін бізге 0.33 цент береді. Одан кейін заданияларды сіздер сразу орындап кетсеңіздер болады, немесе бірінші менеджерге жазсаңыздар болады. Менеджерге қалай жазады, қазір көрсетемін. Мені қараңыздар, мен осы менеджерге жаздым. Просто осы акция болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па біліп алайын деп хай дедім. Қазір акция болып жатыр, ол жерде 10 адам шақырсаң, саған 10 адам шақырған 10 адамыңыз 3 күн бойы задание орындаса, жаңағы 3 заданияны 3 күн бойы орындап шықса, яғни күн сайын 3 заданияны орындап 3 күн орындаса, саған VIP 2 береді 30 күнге. VIP 2 мен сен күніне 5-6 долларға дейін ешқандай қиындықсыз таба аласың. Мен осындай акция бар ма дедім, ол бар деді. И одан кейін мені пригласил осы адам, мой код деп, осы адам деп, осы деп жаздым. Яғни сіздер де өздеріңіздің кодтарыңыз жазасыздар, одан кейін менің кодын жазасыздар. Яғни мені осы адам шақырды, менің кодын жазасыздар, одан кейін менің кодын деп, осы кодты жазасыздар. Одан кейін сіз барлығын түсіндіңіз ба? Мероприятияны анау мынау деді. Мен вроде түсіндім дедім, и басынан түсіндіріп айтып шықты. Олар 3 күн бойы задание орындау керек. Короче, сол кезде саған VIP 2-ні береді. VIP 2-ні алсақ, біз вроде шынымен ол жерден ақша таба аламыз. Ал VIP 0 менің түсінген бойынша VIP 0 мен сіз ақша шығара алмайсыздар. Қазір бізде VIP-ға кіретін болсақ, VIP центр деген басамыз. Мені қарасаңыздар, VIP 0 менде қазір тұр. Біз күніне 1 доллардан бір айда 30 доллар таба аламыз. Ал VIP 2, VIP 1 қазір жабық, барлығы өтіп кеткен. VIP 2-ні біз міне жазылған 198 доллар тұрады, қателеспесем, ROI 427. 427 доллар біз 95 күнде таба аламыз. Яғни бізге VIP 2-ні бір айға берген күннің өзінде біз шынымен жақсы таба аламыз. Бұл сайт мен қателеспесем бір айдан асып кетті жасап тұрғанына. Шынымен де ұзақ уақыт болып қалды бұл сайттың жасап тұрғанына, себебі мен почти 1,5 ай алдын осы сайтты скачать етіп алғам, сол күйі ұмытып кеткем. Бұл жерде в основном тек қана солар ғана
главный осы заданияларды орындай алсаңыздар болды. Міне мысалы VIP1-де $9 деп тұр. Яғни бізде $9 болу керек балансты орындау үшін. 0,2 доллар береді бізге. А VIP2-де қараңыздар. Тоже нөлдік заданиялар бар екен. Міне $9.98, $0.46 цент береді. Осылай заданиялар бөлінеді. Одан бөлек өздерінің телеграм группалары бар. Сол жерде де мен оқып қалдым. Шынымен адам шақырып, ақшаларын шығарып жүрген адамдар бар екен. Сол себепті де менің ойымша ақша шығады, істеп көрсеңіздер болады. Ал адамды қалай шақырасыздар? Адамды шақыру қатты қиын емес. Просто группаларға ссылкасын таратасыздар, немесе өздеріңіз абуст етесіздер. Яғни сізге біраз Gmail, 7-8 почта керек. Сосын VPN керек, міндетті түрде. VPN мен Gmail почтамен екеуімен абуст етсеңіздер болады негізі.